Азаматтығымыздың айшықты белесіне шыққан әрбір саналы азаматты 30 жылда біз қандай жетістіктерге жеттік, келер ұрпаққа қандай елді аманаттаймыз, мемлекетімізді нығайта түсу үшін тағы не істейміз деген сауалдар толғандырары анық. Осы тұрғыда алғанда біз арман мақсаттарымызды тоғыстырып, болашаққа тың серпінмен қадам басу үшін өткенге тағы бір мәрте оралатын, жетістіктеріміз бен кемшіліктерімізді ой елегінен өткізетін мезет. Ту тігілді халқының бүгін бағына, жас өрендер желбір етіп нығысты, ғасырларға жалғастырып елдікті дақ түсірмей ата-баба рухына. Үлгі бізге ата-аналар ерлігі, ұлақ атты өнегесі еңбегі, тәуелсіздік туымызда жоғар. Алтайдан Алатауға дейін ұлан-ғайыр жерді мекен еткен ата-бабаларымыз тәуелсіздікті арман еткен. Осынау кең даланы көк найзаның ұшымен, сом білектің күшімен қорғаған бабаларымыздың аманатын орындау үшін талай бозақтар жанкештілікке барған. Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай батырлардан бастап, беріректе Бауыржан, Мәншүк, Әлия сынды батырлар сол ел қорғауда ұран еткен. Сол үшін құрбан болып, ел құрметіне бөленген батырлар. Ресейдің езгісінде болып, тіліміз бен ділімізді безіп, орыстанғалы тұрғыда Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова сияқты қыршын жастардың құрбандыққа бару арқасында ғана тәуелсіздік алып егеменді ел болдық. Міне, содан бері 30 жыл. Мамандарды жақындатып тымалыз. Біздің жаққа жеткен екен жыл алғыс. Егеменді ел бақты ертеңі. О қалай, құтты болсын қуаныш. Тәуелсіздік еліміздің баға жетпес байлығы. Тәуелсіз әлемдегі ең құдіретті сөз. Ел еркіндігі. Қазақстан тәуелсіздіктің бесігінде тербеліп жатқанына 30 жыл. Осы уақыт аралығында Қазақстан әлемде жеке дара дербес ел екенін дәлелдей білді. Өзінің белгілеген шекарасы, діні мен тілі, мемлекеттік рәміздері мен ұлттық құндылықтары, мәдениеті мен салт дәстүрі бар тәуелсіз сайырлы елге айналды. Бейбіт өмір тілеймін мен халқыма, туған тілім шұбарланып жарқыра. Тарихымызда таланттылар көбейсін, бас иемін ата-баба рухына. Тәуелсіздік тәңірдің сыйы, ол бізге оңайлықпен келген жоқ. Тәуелсіздіктің 30 жылы ішінде егемендік пен елдіктің, береке мен бірліктің, ынтымақтың туын көтере білдік. Ендігі мақсат тәуелсіздігімізді көзіміздің қарашығындай сақтап, басқа қонған бақытты бағалай білу. Азаттық ұранын ұрпағына ұлағат еткен бабалар ізі үрдісінің жалғасы, тарих атты қарт шежіренің қойнауына алтын әріптермен жазылған күн. Егемен еліміздің ең ұлық, ең қастерлі мерекесі тәуелсіздік құтты болсын.